Тоқтай қазір жеп алайық та. $2,000 later. Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Менің есімім Айдос. Қазір сіздермен бірге 1 минуттың ішінде асқазанның анатомиясын талқылап шығамыз. Дайын болсақ, кеттік. Достар, біз тағам ішкен кезімізде тағам өңеш арқылы асқазанға келеді. Өңешті біз латын тілінде атаймыз эсофагус. Келесі асқазанның анатомиясына тоқталайық. Асқазанның кардиальды бөлімі бұл парс кардиака вентрикули деп аталады. Түбі фундус вентрикули, асқазанның денесі корпус вентрикули, асқазанның пилорикалық бөлімі парс пилорика, оның антральды бөлігі антрум пилорикум. Әрмен қарай пилорикалық бөлімнің 12 елшекке өтетін жерінде бізде пилорикалық сфинктер пилорики, әрмен қарай 12 елшек дуоденум, ал өңештің асқазанға өтетін жерінде бізде кардиальный сфинктер